Сәлем достар, сіздермен Баха. Біз бүгін интроны қалай жасайды деген видео түсіретін боламын. Мен сіздерге интроны қалай жасау керек екенін түсіндіремін. Бірінші Play Marketке кіріп, Play Marketке кірдік. Енді мұнда интро деп жазамыз. Және де интро дегеннен біразы шығады. Мына жерде тұрған, тоқтаңыздар, қазір көрсетемін. Міне мына жерде тұрған интроны көшіреміз. Міне мен оны көшіргенмін. Открытті басамыз. Енді міне осы жерде осындай интролардың модельдері шығып тұрады. Қараңыздар, стильдері. Сіз арасынан өзіңіз қалаған көшіріп аласыз. Мысалға мен мынаны көшіріп алғанмын. Енді мына жерде өстіп тұрады. Қараңыздар, осы интрода біз қалай жасаймыз? Мынаны аламыз да. Мысалға менің атым Баха KZ. Тоқтаңыз. B-A-K-H-A K-Z. Енді өздеріңіздің стильдеріңіз бойынша жасайсыздар. Мен сіздерге дәл өстіп жасайсыздар деп айта алмаймын. Өздеріңіздің стильдеріңізбен жасаңыздар. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасаңыздар. Бірақ мен өстіп жасаймын. Міне жаздым, достар. Міне осыны жаздым. Міне дәл осылай жасап шықтым. Енді қараңыздар. Міне мынаны былай. Мына жазуын бүйтіп алып тастаса болады екен. Мен оны енді білдім, бірақ та енді алып тастасаңыздар болады. Енді өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде және де бұл жерге музыка қоюға болады. Музыканы қайдан қояды десеңіздер, міне мына жерде музыканың суреті тұр. Сол жерде қоямыз. Мінеки мис деп тұр. Соны басамыз. Бұл жерде музыкалар тұр. Және де өздеріңіз қалаған музыканы скачать етіп алсаңыздар болады. Мысалға мен мынан бір музыканы скачать еткем. Мысалға мен осы музыканы қоямын. Достар, қателесіп қойып тастаппын. Қазір енді қателесіп қойып тастаппын. Басынан қоямыз. Оны алып тастайық. Тоқтаңыз. Оны қоя алмайтын болсаңыз, неге қойылмайды десеңіздер, оны видеоның басынан қою керек. Міне дәл өстіп қоясыздар, достар. Және де мен мысалға мен мына музыканы таңдап алдым. Және де осы видеоға кіріп, міне осыны қойдым. Енді соңына дейін міне дәл осы музыкамен өтеді. Не көрдіңіздер ме, достар? Дәл өстіп интро жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Болады, жақсы шығады интроларыңыз. Алғаш рет шыққан интролар әртүрлі болып шығады. Міне көріңіздер. Өздеріңіз стильдеріңіз бойынша жасасаңыздар болады. Мен интроны осы программа арқылы жасаймын. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Айтпақшы, достар, бұны көшіру үшін міне мына жердегі птичканы басып, осы птичканы бассаңыздар, міне өзі-ақ көшеді, достар. Ал бір-екі рет қайталап сау болыңыздар, достар. Сіздермен болған Баха KZ. Бүгін мен осымен видеомды аяқтаймын. Ендігі жолы монтаждау туралы видео түсіремін.
Сау болыңыздар достар.